Арамызда қызыл Камри ең арзан Грузияда. Әдемі SE нұсқасында $7,900. 12 жылғы 2/5. Бұнда ресми түрде жібереміз транзитпен. Іштері SE комплектациясындағы орындықтар қып-қызыл әп-әдемі. 7,900. 1,600 қосылып бұлда Ақтауға жетеді. Бұлда официальный транзитпен Евро 4-ке сай көліктердің барлығы Қазақстанда растамаш жасалынады. Хабарласыңдар, үстіне 7,900, мүмкін саудасы болуы мүмкін. Осы саудаласы үстіне 1,600 қосып Ақтауға дейін есептейсіздер. Хабарласыңдар. Ford Mustang қып-қызыл әдемі екен. Бұнда 3 сызығымен дөңгелектерді ғана 19-дық 45-45, 245-45. Бағасы $15,000. 2015 жылға Tiptronic. Дерзкий ғой, спортивный көлік. Ford Mustang. Қып-қызыл әдемі екен. Әрине, бұларды алып Қазақстанға растама жасауға. Көлемі 2/3 EcoBoost дейді. Алдарыңызда достар BMW F10 деген 2010 жылғы 3-тік көлеммен Dore Style. Бағасын көріп тұрсыздар, әдемі 8,600 екен. Лобовойда сәл фреска бар. Грузинский растаможкамен. Люк бар, енді іші ашық түс екен салон. Міне сырты бәрі таптаза, 2 глушак шығып тұр. 528 ай, 3-тік көлем ғой. BMW сүйер қауым F10 8,600 осы жердегі бағасы. Қап-қара Forerunner 17 жылғы $27,000. 57,000 миль 4-тік. Жол талғамайтын көліктер. Мынақта бір ағы тұр, оны да көріп жіберейік. Мынаның ценасы космический ғой, аппақ. $42,000 дейді ғой. 21 жылғы 4-тік. Подогрев сиденье, кожа салон, пуш-стартпен барлығы. Өте қымбат бағасы бірақ әдемі екен, тап-таза. Forerunner. Мынау 23,500 дейді ме, мына Forerunner'да. Жанып тұрген, бұл да қап-қара керамика. 15 жылғы 4-тік. 88,000 миль жүрген. Салон әдемі екен, ашық ақ. Forerunner'лердің бағалары осындай міне достар. Жол талғамайтын көліктер керек болса да міне тұр. Мынау бар, хабарласыңдар. Toyota Camry 2014 жылғы 2/5 мотор. Люк бар. Кожаный салон. Подогрев сиденье. SE нұсқасында. $8,800. Ақтауға үстіне $1,600 қосылып жетеді. Саудасы бар. Ол да ар жаққа таза қазақ қылып растама жасап алуға болады. Барлығы официальный. Достар, алдарыңызда жетістіктер қатарласып тұр. Шетінен бір бағаларын көріп шығайық. Қап-қара екен, американец $21,000 дейді. Мынау 2/5 17 жылғы. Бағалар сәл-сәл өскен. Бірақ енді саудаласып түсіруге болады. Мынау $22,000 20 жылғы 2/5. Ал мына 70 қою көк екен түсі 26,500 дейді. 75-тік мынау уже 21 жылғы 2/5 26,000. 16,000 миль жүрген екен. 70-тіктен негізі керек болса дерзкіден тауға болады. Минимальный пробегпен, даже минимальный удармен сол $25,000 шамасына. Мынау 24,000. 2020 2/5. Мына көк 18,500 дейді. 18 жылғы 2/5. 70-тіктер осындай бағалар. Хабарласыңдар, нөмір тастайын комментарияға. Алдарыңызда RAV4. Некіндей ауылдағы. $22,000 дейді, бағасын көрдіңдер ма? 383,000 миль жүрген. 2016 жылы 2/5.
есе нұсқасында. 2 есе ма? 4 вода. Есе дейді ғой. Я возле машины. Бесключевой доступ, старт, стоп. Негізі есе емес, мына 2 есе сияқты. Бағасы $22,000. Наверху. Қымбат. Дәл осындай менде Ақтауда тұр. Растаможный 60 000 миль жүрген. 13 миллион теңгеге. Мынау 13-тен асайын деп тұрған сияқты растаможка бәрімен. Алдарыңызда достар Mercedes S222 деген. S63 деген түрі. 4 көлеммен 2017 жылғы. $90,000 көрдіңдер ма? V8 битурбо. Көліктің көкесі деп осыны айтуға болады ғой, салонды ғана. Дерзкий. S63. Глушақтарды ғана. $90,000 берді, алып кете бер.